Халық қайырымдылық қоры ұсынады. Ашық жүйе үшін термодинамиканың бірінші заңын қолдану, оны өнеркәсіптің барлық салаларында қолданудың көптеген тәсілдеріне жол ашады. Бұл заң көмегімен сіз шүмектегі қысымның айырмасын немесе сорғыға сұйықтықты тартып шығару үшін қанша энергия қажет екенін, немесе жылу алмастырғыштағы жылу берілімі, не болмаса турбинада жүзеге асырылатын жұмыс көлемі қандай екенін болжай аласыз. Қысқаша айтсақ, термодинамиканың бірінші заңы энергияның сақталатынын, ол тек бір түрден екінші түрге ауыса алатындығын білдіреді. Біз бірінші заңның қарапайым мысалды цилиндр мен піспекті талдау арқылы термодинамикалық жүйеге қалай қолданылатынын түсінеміз. Цилиндрде газ бар. Ауа қоршаған ортаға шығып кетіп жатқан жоқ делік. Осылайша біздің алдымызда масса өзгеріссіз қалатын жабық жүйенің үлгісі тұр. Енді газ қоршаған ортадан Q жылуының біршама көлемін сіңіріп жатыр делік. Сондай-ақ газ жоғары қысымының арқасында піспекті жоғары итере алады делік. Осылайша газ піспекке қатысты W-ге тең жұмысты атқарады. Бұл мысалда газ екі энергетикалық өзара әрекеттестікті жүзеге асырады. Ол жылудың біршама көлемін сіңіріп жұмыс атқарады. Егер сіз осы газдың энергиясының қалай өзгеретінін есептеп шығарғыңыз келсе, онда газ жылу энергиясын сіңіретін болғандықтан, оның Q мөлшеріне ұлғаятыны белгілі. Сондай-ақ ол W көлеміне азаяды, өйткені газ белгілі бір жұмысты атқара отырып энергиясын жоғалтады. Сондықтан дельта E газы энергиясының өзгеруін Q-дан W-ды алу ретінде көрсетуге болады. Бұл жабық жүйеге арналған термодинамиканың бірінші заңы. Дәл осы теңдеуді уақыт бірлігі ішінде шамалардың өзгеру жылдамдығы ретінде осылайша дифференциалды түрде жазуға болады. Ал қазір біз осы жүйені ашамыз, яғни цилиндрді мынадай жолмен ашамыз. Енді бұл жабық жүйе емес, ашық жүйе. Масса үнемі өзгеріп отырады. Жүйеге масса ағыны белгілі бір қысымның әсерінен белгілі бір жылдамдықпен келіп түсуі мүмкін. Сондай-ақ белгілі бір қысымның әсерінен белгілі бір жылдамдықпен массаның шығатын ағыны да болуы мүмкін. Мұнда біздің мақсатымыз өзгеріссіз қалады. Біз жүйедегі газ энергиясының өзгеруін тапқымыз келеді. Бірақ нақты қандай газдың? Газ үнемі қозғалыста. Біз мұнда газдың белгілі бір көлемін бөліп көрсете алмаймыз. Сондықтан энергияны есептемес бұрын, біз жүйені, энергетикалық теңгерімін есептеп шығаратын қандай да бір бақылаушы көлемді анықтап алуымыз керек. Суретте бақылау көлемі, яғни біз энергия теңгерімін есептеп шығаратын кеңістік нүктелі сызықпен көрсетілген. Мұнда біз жалпы жүйенің 4 энергетикалық өзара әрекеттестігін бақылай аламыз. Олардың екеуі энергияның жүйеге келіп түсуін, ал қалған екеуі энергияның жүйеден шығуын көрсетеді. Сондықтан, егер сіз жүйе энергиясының өзгеруін анықтағыңыз келсе, энергияның осы екі өзара әрекеттесуінен берілуін қосып, осы екі өзара әрекеттестіктен энергияның берілуін шегере аласыз. Олай болса, ашық жүйе үшін жүйе энергиясының өзгеру дәрежесі мынадай болады. Сіңірілген жылу минус атқарылған жұмыс плюс келіп түсетін ағыннан энергияның берілуі минус шығушы ағыннан энергияның берілуі. Ағын энергияның үш түрінен құралады. Ішкі энергия, кинетикалық энергия және потенциалды энергия. Z ағынының биіктігін білдіреді. Бұл теңдеу ашық жүйеге арналған термодинамиканың бірінші заңын білдіреді. Алайда ашық жүйе үшін W-дің мәні біз келтірген мысалдағыдай жүйе немесе газ атқарған жұмыс мұқият қарастырылуы тиіс. Бұл жағдайда газ цилиндрді жоғары жылжыта отырып, сондай-ақ сұйықтықты ысыра және сора отырып жұмыс атқарады деуге болады. Басқаша айтқанда, үдерісті сүйемелдеу үшін газ жұмыс істеуі қажет. Үдерісті қолдауға қажетті мұндай жұмыс үдерісі деп аталады. Демек, жүйе атқаратын жалпы жұмыс WCV және жұмыс үдерісінің қосындысын білдіреді. WCV көзге көрінетін жұмысты білдіреді. Бұл жағдайда ол газдың піспекке қатысты атқаратын жұмысы. Жұмыс үдерісі дегеніміз сұйықтықты бұрып жіберуге және оны соруға қажетті жұмыс екені бәрімізге белгілі. Ағынды бұрып жіберуге қажетті жұмыс аталған ағын жылдамдығымен осы аумақта күш өндіру ретінде анықталады. Ал күш дегеніміз аумаққа түсетін қысымды өндіру. Яғни біз жұмыс үдерісін осылай көрсете аламыз.
Егер теңдеуде біршама өзгерістер орындап, көлемді шығынның орнына меншікті көлем мен жаппай шығынның көбейтіндісін алмастыратын болсақ, ал U қосу PV жаңа өлшем энтальпия түрінде алатын болсақ, жоғарыдағы теңдеу келесідей жеңілдейді. Бұл ашық жүйеге арналған термодинамиканың бірінші заңының соңғы және барынша ыңғайлы өрнегі. Енді осы теңдеуді қолдана отырып, тағы бір қызық мысалды қарастырып көрейік. Ол мынадай: сұйықтық бір орыннан екінші орынға ауыстырылып құю арқылы сорғымен орындалатын қарапайым есеп. Біз осы әрекетті орындау үшін сорғыға қанша энергияның қажет екенін білуіміз керек. Мұны анықтау үшін біз ашық жүйе үшін термодинамиканың бірінші заңын қолданамыз. Теңдеу мынадай болады: барлығы тұрақты тепе-теңдікте деп көрелік. Яғни сорғының энергиясы уақыт өткенмен өзгермейді. Осылайша тұрақты тепе-теңдікті алғандықтан алғашқы өрнекті нөлге теңестіре аламыз. Әдеттегідей сорғыға ешқандай жылу берілмейді. Сондықтан бұл өрнекті де біз нөлге теңестіре аламыз. Егер бір нүктедегі және екінші нүктедегі көлденең қиманың аудандары тең болса, онда осы нүктелердегі жылдамдықтар да тең болады. Сондықтан теңдеудегі жылдамдықтың мәндері қысқарады. Сондай-ақ кіріс пен шығыс арасындағы биіктіктердің айырмасы болмашы делік. Сондықтан биіктіктің мәнін де өшірелік. Нәтижесінде мына теңдеу қалады: бақылау көлемі немесе сорғы атқаратын жұмыс дегеніміз энтальпияның өзгеруіне көбейтілген жаппай шығын. Сорғыға немесе бақылау көлеміне қатысты атқарылуы қажет жұмысты білу үшін жай ғана мәндердің орнын ауыстыру қажет. Дәл осындай тәсілді қолдана отырып, біз өнеркәсіпте энергияны берудің басқа да көптеген мәселелерін шеше аламыз. Осымен термодинамиканың бірінші заңын талдауды аяқтайық. Назарларыңызға рахмет.